Алматылық кәсіпкерлер енді өз кәсібін жеңілдетілген несие арқылы дамыта алады. Шағын және микробизнес өкілдеріне Алматы бизнес 2030 бағдарламасы аясында 86,5 миллион теңгеге дейін қаражат алу ұсынылып отыр. Бағдарлама өндіріс, туризм, IT, креативті индустрия, білім беру және өзге де басым салалардағы жобаларды қолдауға бағытталған. Негізгі талап кәсіпкерлік қызмет Алматы қаласында жүзеге асырылуға тиіс. Жобада қоғамдық тамақтану саласын дамыту да бар. Яғни кәсіпкерлікті қолдау бастамасы арқылы қазақ ұлттық тағамдарын ұсынатын мейрамханаларды ашуға да болады. Айта кетейік, инвестициялық мақсаттарға арналған несиенің мерзімі 7 жылға дейін, ал айналым қаражатын толықтыруға арналған несие 3 жылға дейін беріледі. Орта және кіші бизнес өкілдеріне 9%-дан беріледі, ал енді ең маңызды осы өндіріс пен өнеркәсіпте 6%-дан беріледі. Қаржыландыру Алматы әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясының еншілесі ұйымы Алматы микроқаржы ұйымы арқылы жүзеге асырылады.